Керемет өнердің бір түрі ол айтыс. Әрине, бүгінгі таңда сол айтыс сахнасында жұлдыз жанған ақындарымыз да келіп, кешіміздің қонағы болып, қайырымдылық концертке өз үндерін қосып, көпшіліктің көңілінде жүрген небір ойларды көркемдеп, өлең қылып өріп бермек. Ақындарға сәттілік тілеп, сахнаға шақырайық. Өздеріңіздің сүйіктілеріңіз, халықтың мың мұқтажын жоғарғы жаққа жеткізіп жүрген жамбоздарымыз Мақсат Ақанов, Дидар Қамиев, қошеметтеріңіз. Екеумізді шақырғанда екі ауыз сөйлемеуге хақым бар ма? Сайланып алдарыңда сөз бастайын, айналып кетпесем де ақылманға. Маңдайым нұр отанда бір тердесін, таңдайым дайын болса тақылдауға. Асағам қор ерекше мейірімді, аузыма сөз сала көр, рахымды Аллауға. Артық кетсе кешірген айыбым дел, атқа мінсем тартатын айылым дел. Ассалаумағалейкум жерлестерім, пайғамбарым бет едің пайымың мол. Қасыма Дидардайын інім келді, шапалақпен қарсы алшы шайырың дел. Дидарды қойшы күнде көріп жүрмін, Дидарыңды сағындым, қайырым дел ай. Көрермен отырғанда ұйып төрден, Дидардай жұп боп қалдым иықтермен. Коронавирус тойлап қарағанды, қаншама шараларды тыйып келген. Жақсы іске ұйытқы болып жатқан Рауанжан көрінгейсің биіктерден. Қайырымдылық дегенде қаймықпайтын, айналдым алдымдағы сүйіктелден. Жауапты іске жұмылып жұдырықтай, сауапты іске теңгесін қиып келген. Жаман ауру тарайды деп жатса да, жандарын шүберекке түйіп келген. Түссе жасындай жарқылдайтын, жігіттер жүр осында әркімге айқын. Таранның тарланұлы осында жүр, қандай топқа салсаң да тартынбайтын. Айбатпенен айтуған жүгіріп жүр, айлап тойға салсаң да алқынбайтын. Қасыма Дидар деген жырау келді, 60 тастан басынан артылмайтын. Сарарға сал серілер теңізі ғой, батыстан күн шыққанша тартылмайтын ай. Сөзінде болмаса да дымағына
танып жүрміз қаншама тұлғаны да, ал дидардың олардан тұрқы бөлек, Құдайым дуа берген тіл жағына. Қазір екі жұлдыздың біреу осы, дәні шыдап барады кім жанына. Қуандық болмасақ та дидар жанның, қуандық қой қасында тұрғанына бай. дейтін ақындар ғой ел емес пе? Ел қолдаса шабытқа бөлемес пе? Домбырамның микрофоны шықпай қалды, түспей қалған секілді өлең еске. Дүзеймін деп келгенде айтуған ау, өшіріп кеткен мұны сен емес пе? Сөйлейтін ақындардың сәтім мекен, қасындағы мақсаттай батыр екен. Қуандық болмасам да дәл жаныңда, тұрғанымда бақыт деп жатыр екен. Мақсаттың ойлауынша бұл дидардың қасына кеп тұруда ақыл екен. Негізі екі жұлдыз ау дейм ең тынышы. Қуандық жанымызға жақын екен. Әрбір айтқан сөзіңнен мін іздейтін, ең жаманы қасында ақын екен. Өз айт куплетінен басқа да шаруасы жоқ, ең дұрысы Қуандық рахым екен. Ақынбыз бірін бірі толықтайтын, болмайтын нәрсе үшін жорытпайтын. Талғампаз Сарыарқамның ел жұрт отыр, арзан анау мынау өлеңді қорытпайтын. Ауруға қарамастан кеп отыр деп, мақсатта айтар сөзін анықтайтын. Қайырымдылық дегенде тоқталмайды, ол жағы осы кештен болып тайқын. Ассалаумағалейкум арқа жұрты, шабыт беріп ақынын толықтайтын. Бала қиғыз жасайын деп мұндай кезде, коронавирус десе де қорықпайтын. Ойында ақындардың жыр қызып тұр, қар өлеңнің күндігін түргізіп тұр. Айтуған мен Айбатқа тапсырыпты, дегендей мына кешті бір қызық қыл. Екеуі де ұл еді Сайдалының, осыны дидар құлаққа
Айбат Никулин менен айтуғаның осылайша кеш сәнін кіргізіп тұр. Ол жасымның концертін екі бірдей Сайдалының олжасы жүргізіп тұр. Дидарденді жалғайсың ба? Бармайтын жігітен ғой дандай суға. Ойбай-ау мені жұлдыз деп айттың ғой. Осылай бізге қалжың арнайсың ба? Нағыз жұлдыз мен емес, сіз шығарсыз. Не айтқым кеп тұрғанын аңдайсың ба? Өткенде Егінді бұлақта концерт бердік. Осы жайлы ал енді толғайсың ба? Сол кешке барамын деп бармай қалдың. Әйтеу сылтау айтудан танбайсың ба? Жоқ әлде Мақсат аға, сен бұл күні ауылды жерге әлде мүлдем бармайсың ба? Осыған ел алдында жауап берші. Барыңды мына жерде салмайсың ба? Егінді бұлақ шақырса бармайсың да, Нұр Отанға шақырса қалмайсың ба? Дидардың көрінбейді астандығы, шайыр ғой деп ойлаушым асқан мұны. Микрофонды айтуған соп сөндірді деп, уайымы Дидоштың басталдыры. Күйеу жау дегеніңіз осы емес пе, қайнағаға жасаған қастандығы. Дидар бұл сен айтатын темаң беді. Әңгіме кеп қайтайын мен әрнені. Ол кезде өзім жүрегім сырқаттанып, жанашыр адамдар кеп емал деді. Борандатып қайтесің Мәкоданда, үйіңде жатып тыныш демал деді. Рауан өзі осылай айтқаннан соң қоздыратын Құдай-ау не бар мені? Балашаға өздері қатырады, олармен жағаласым не бар деді. Ағаңды әр нәрсе деп ойлайсың ба? Сен осы суға Дидар тоймайсың ба? Бір түрлі сырқаттанып тұрғандайсың, ағаңның бар күдігін жоймайсың ба? Маңайға осы уайыммен қарайтын болдық, ағаңның сезімімен ойнайсың ба? Отырағап, жатағап шу сесің, осындай пиярларды қоймайсың ба? Дидаржан айтшы маған арманың не? Дидаржан айтшы елге андағың не? Суалды
Шақырып шердей сахнаға жоғарылап кеткен бе талғамың не? Су ішкенге қалдың ғой мұңайыңқырап, у ішкенде әлсіреп талғаның не қай? Деймісің сахнаны жайламақпын, айтуған орындық әкеп беріп жатыр. Жағдай жақсы бол, жаман болса сайрамақ кім? Мына маған істеген қастандық ау. Мен онымен дәл бұлай ойнамаппын. Күйеу жау дегенді де білетінем, осыншама дұшпан деп ойламаппын. Жөтелмен қоса шықпай күштейді өлең. Қалың ел ақыныңды құштай берем. Суды отырып іштің деп сөгесің ау. Қанша жыл суды тұрып ішпей келем. Отырып ішу пайғамбардың сүннет еді. Сен жансың ғой тамағы іспей кеген. Пайғамбардың сүннетін сондықтан да еш орындық сұрамай істей берем ай. Мақсат ағам тойып тұрма, бойдағы бар күдігін жойып тұрма. Енді артыма орындық тірек бетті, отырар орнымды ойып тұрма. Оны да жақсылық деп ойламаймын. Біздерге қастандығын жайып тұрма. Дидар қазір байқамай артқа жүріп шалынып құласын деп қойып тұрма. Мен едім Қамишалдың немересі, ел қолдаса қозатын делебесі. Мақсатың ауырдым деп сылтау айтты. Осындай адамдарға керек осы. Егінді бұлаққа сондықтан бармадым дейді. Мақсаттың елге арнаған өлең осы. Шыныменен бітейін дегенсіз ау. Жететін жамба десем өнегесі. Бір кезек айттың дағы отырып алдың. Тұрқыңда жамба десем бөлек осы.
Мен бірақта отырмай айта берем, жиналған халыққа да керек осы. Ол жастайын ұлыңның концертінде тік тұрып қызмет қылды деген осы. Жырды арнадың ба? Тоқтамай топ алдың да толғадың ба? Ауырған соң ол жаққа бармадым деп Дидардың айтқан сөзін жалғадың ба? Жастар өзақ барат деп айтты дейсіз. Сондықтан да себеп қып қалғаның ба? Ол жерге талай үлкен адам келді. Солардан аздап үлгі алмадың ба? Ауруға қарамастан елге отыр. Тым құрмаса осылардай болмадың ба? Нұр Отанға сағынып келдім дейсің. Биік жанның бір едің талғамыңда. Бұл баяғы өзің істік сар жайлау ғой. Белгілі талай әнге салғаныңда. Сар жайлауды сағынсаң шыныменен, Балқан тауда барыңды салмадың ба? Қазаққа сар жайлау деп күй қалдырған Тәттімбеттің аулына бармадың ба? Деп жүрсем бұл дидарды адал екен, маған деген пейілі арам екен. Балған тауға бармадың деп айтып жатыр. Сөзіңді дей алмаймын, жалған екен. Отырып өлең айтсам не болыпты, көңілің оған бола алаң екен. Нұр Отанның төрінде отырғанда креслоңнан көтерілгің келмей қалан екен. Басында болайық деп үрдістердің, Дидаржан мұндай істі күндістергім. Ол рас сар жайлауды сағыныппыз, куәсі бомек талай түрлі істердің. Сар жайлау боп тұрғанда шықпаушы едік, нұр жайлау боп кеткелі тұңғыш келдім. Жанды сал ақанды сері қылған, ал сегізді теңіздің теңі қылған. Абырай, балуан шолақ жарылғаптың жаралған жамба дерсің тегі нұрдан. Мәдименен Тәттімбеттің елі болсаң, тегін жер болмады ой, тегі болмаң. Жаяуға аттыларға бас игізбей, Естайды ел жұртының емі қылған. Осыларды жаратқан шебер Алла біледі ненің кешін, нені жылдам. Махаббатын халықтың сезінсін деп махрұм қалдырмапты мені жырдан. Кешегі шашу баймай асары дос көйлерім, өлеңменен өртеген қас көйлерін.
осылардың бәрінен дәурен өткен, Алладан ажал келсе тоспайды өлім. Солардай болсақ деген өкіл үміт, жанымды мазалаған жастай менің. Болмасақ та келеміз ұқсай алмай, сондықтан мен оларға қоспай делім. Дәрі болар жұртыма сөз таппадық, дәмін талай татсақ та баспай менің. Ел аман болса ерлер туады ғой, ана танып жатса егер жастай келін. Астында жер үстінде ел аман бол, сарыарқа аман болса саспай делім ай. Қызықты дәл осындай әр сәт болады, жиналған маңайымды әп-сәтті орап. Ауру жайлап жатқанда қайдағы концерт деп ойлап жүруші едім селсоқ қарап. Сөйтсем бізді қазақтар қоймайды екен, концертті жүрем кетеміз деп көрсек қарап. Карантин болып жатыр бар әлемде, ал қазақта күнде осындай концерт болады. Келеді қиындыққа көне қоймас, анау мұнау жалынға сөне қоймас. Жағалай жалған ақпар тарап жатыр, өрелі жұртым бірақ сене қоймас. Қазы мен қымыз ішіп өскен халық қайдағы нәрселерге өле қоймас. Қардан аман құтылу керек қазір, коронавирус бізге келе қоймас. Айбатын тоқтатуға әуес бекен, айтуғанда уақыт демес бекен. Тұрмай қалғым келді дейді орындықтан, ау мәкенді сізді қалай елестетем. Бір отырып мынандай боп шыға келдің, деп жүрсем өзіңізді көп естеген. Мен бірақ ол орындықтан деп ойламай, талай бағындырғаның белеспеген. Балбыратып жіберген мына сізді Никулиннің массажы емес пе екен. Тақырып айту бізге тән секілді, осылай жалғайыншы концертіңді. Ол жасылын осында қолдап келген, арқаның әр адамы нар секілді. Қайырымдылық дегенде тоқтамайтын, әрқайсы аңқылдаған жан секілді. Осы іске ұйытқы болып жүрген Рауан балаларында дәу секілді. Қарқаралы облысымның шығысында бұл сөзімде шындық бар секілді. Сол жақтан шыққан бала бұл Рауан, астарында жатқан үлкен мән секілді. Шығыстың Рауаны үміт сыйлап келеді, шығыстан атқан Рауан таң секілді. Қосағын айтысуға жарап қалды, алдында тұрып біраз ән ақтарды. Қалжың үшін қағысып жатырмыз ғой,
Biraz нәрсе ендеше парақталды. Мәкеңде іштегісін жайып салып, бірде ауру біресе қарақтарды. Олай болса осымен тоқталайық. Тоқта деген айбаттан талап болды. Келген жұрттың бәріне мың рахмет. Жаратқан айтайын мадақтарды. Құдайым баршаңызға нәсіп етсін, рауанның салмағындай сауаптарды. Дидаржан, сен даман бол, арғымағым. Көңілімді қалай бүгін қалдырадым. Ақтарылып барасың ағыл деген суындай тасып аққан қарғыбаның. Никулин кеп массажын жасағанда ол рас витсін құсап балбырадым. Сен ондай ләззаттардан өткенсің ба, түбіне осылардың жеткенсің ба? Осыменен қояйық ай Дидаржан, Маргулов мылжың болып кеткенсің ба бай? Байқаймын бұл Дидардың білгені бар, ағасын әрі бері ілгені бар. Айтуған орындыға кеп кетті жаңа, кетіп қайнағаға күлгені бар. Тоқта десең осымен тоқталайық, бәрібір бермейді ғой жүлдені бар. Осымен қоямаса орындық түгіл, төсек әкеп беретін түрлері бар ай. Ол сөзіңіз шықпасын болып бекер. Никулин Маргунов витсінді өлең қылдың. Оны айтсан сөздің мәні кеміп кетер. Киноларға неліктен оралдыңыз? Уақытты мына жерде бөліп бекер. Мен бірақ төртіншісін айтайыншы, ол сөзіме мынау ел сеніп кетер. Сен айтыстың шуригі емеспісің, бір қыз көрсе соңынан еріп кетер. Дидаржан көрген жегің жолға қарап, өлеңді арнап жатсың толғамалап. Витсін емес мақсатты шуриктенің, ойым жоқ онан бері қорғаламақ. Шурикке бұл мақсаттай болу қайда, шурик түгіл нуриктер жолда қаладай. Ағаңа ұнап жатыр әзіліңдей, сөздерің қымбат жердің мәзіріндей. Әйелімнің есімін білесің ғой, назарыңа тұрсаңа қазір ілмей. Мақсат ағаның әйелі деп жүрушең, аузыма келген қалған кезде сөз ілінбей. Шурик
Аңтар қайдан келсін жүрміз ғой сол адасып әр-біріне мәжініндей ай. Arganın yerisi mağazat yapan, mağazattan ayıskan ayısının ortayları iler görmeyip koşup ederiz. Жүрсін ағамыздың өзі келмей дауысы кетті. Айтар Шанкер.